Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Жасым 14-те. Осыдан 3 жыл бұрын анам әкемнің жағымсыз қылығы үшін ажырасып кетті. Ішімдікке салынғанның себебіне осы 3 жылдың ішіне анам еңбектен қолы босамай, істемеген жұмысы қалмады. Кейбір жерлер айлық жалақысын уақытында бермегесін жұмыс орнын ауыстыруға тура келді. Анамның жалғыз қызымын. Анамның жасы 40-тан енді асқан. Осыдан 1 жыл бұрын анам екеуміз жағдайымыз жоқтығынан анамның сіңлісінің үйінде тұрғанбыз. Әрине ол да қолынан келгенін жасады. Бірақ жездем соңғы уақыттары қабағын түйіп жақтырмайтын болды. 2 бөлмелі үйде сығылысып тұрдық. Анамның сіңлісінде 3 ұлы болатын, солармен кей кездері сыйыспай қалатынмын. Анам сол үшін де бөлек шығуды жөн көрді. Содан сыныптас бай құрбым маған жаны ашып, әкесінің ағасының біздің отбасы туралы айтты. Олар анамды фермаға жұмысқа алды. Анамның жұмысын қолайлы болғаннан аңғарған мен алаң болмадым. Күнделікті мектептегі келісімен мен де анама көмектесетін болдым. Олар уақытша тұруға берген шағын ғана үй қала шетінде орналасқан. Айналасы толған жеміс-жидек, егіншілік, бау-бақша. Анам соған қарап теріп жинайтын. Ал жердің иесі болса университетті бітірген жас бала еді. Арасында көлікпен келіп кетіп, керек-жарағымызды әкеліп кететін. Соңғы кезде бастығымыз жас бала маған тиісіп қырандауын әдетке айналдырды. Анам ол жігітке толық сеніп, бір жағынан жұмыстанды айырылғысы келмей, оған қарсылық танытпайтын. Bir күні анау жігіт біздің бастығымыз мені анамнан сұрап алып көмектесуін өтінді. Амал жоқ, бардым. Барлығы сол кезде басталды. Мені көмекші ретінде анда-санда апарып жүрді, бірақ қолымен ештеңе аңғармағандай мені кейбір жерімді ұстайтын. Әйтеуір анам екеуміз үшін қоныстанатын үй мен азық-түлік тегін болғасын мен анам үшін үндемейтінмін, және одан тыс анама ай сайынғы жалақы төлейді. Ол жігіт маған тиюсін қоймайтын. Жасың 18-ге келгесін сен маған тұрмысқа шығатын боласың. Анам үйдің ішінде тірліктерімен жүргенде ол жігіт келсе болды, маған тиіспей қоймай кетпейтін. Bir күні ол жігіт кешкісін әдейі келіп, үйдің алдына тесіргендей болып жүріп алды. Үйдің ішіне кірсем де болатын еді маған, бірақ сол күні кешкісі ауа райы жылы болғасын үйдің алдында жүрдім. Bir кезде үйдің артқы жағынан оңаша шақырып алды. Анам шаршап ерте ұйықтап қалған еді. Соңы пайдаланып, менің қолымнан ұстап, денемді аймалай бастады. Сол кезде ең сорақысы басталды. Ол өзін ұстай алмай, мені арсыздыққа көндіргісі келген еді. Мен әлі қызбын деп одан қаштым. Оған жақындамауға тырыссам да, анам арқылы көндіріп, мені өзімен бірге алып кететін. Айына 2-3 рет келіп, өз арсыздығын жасауға тырысып жүрді. Онымен арпаласып шаршадым. Өзімді кінәлі сезінемін, және менде басқа барар жол жоқ. Не істерімді білмеймін жүрмін. Құрметті міне оқырмандар, пікірлеріңізді жазып, тіркелмеген болсаң тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер.